Стаз платформасында басқа біреудің сабағын талдауды қалай жасаймыз? Ол үшін міне Стаз платформасына кіреміз. Одан кейін сол жағында мына 3 тұрған сызықшаны басамыз. Осы жерде бақылау парағы деген басылады осылай. Одан кейін мынау менің бұрыннан салып қойған сабақтарым, әріптестерімнің бұл жерге қосу дегеніне тұр. Осы батырманы басамыз. Одан кейін мына жерге мұғалім деп енгіземіз, яғни өзіміздің лауазымымызды. Одан кейін елді мекенді таңдайсыз. Одан кейін астында міне ұйымның түрін таңдаймыз. Ұйымның түрі дегенде біздікі жалпы орта мектеп болғандықтан орта білім беру ұйымдары дегенде таңдаймыз. Одан кейін өзіңізге қажетті мектепті таңдайсыз. Одан кейін мына жерге сол мектепте қай мұғалімнің сабағын талдамақсыз, сол оқытушының аты жөнін осы жерден іздейсіз. Яғни мұнда іздеу батырмасына баса салсақ та болады, немесе осы жерден таңдау арқылы таңдаймыз. Мұғалімді таңдағаннан кейін лауазымдық мамандығы барлығы өзі мінекей шығып тұрады. Соны баса саласыздар, мен санаты барлығы. Одан кейін үлгі түрін таңдаңыз дегенде біз жалпы орта мектепте мына ППТК деген ең соңындағын таңдаймыз. Одан кейін іс-шара түрі бізде жай ғана сабақ болады. Одан кейін осылай ары қарай таңдай береміз. Пән, яғни пәнін таңдаймыз. Дәл осылай барлығын жазып біткеннен кейін сақтау батырмасын басамыз. Одан кейін дәл осылай бағалау парағы ашылады. Осы жерде 0, 1, 2, 3 деген бағаны толығымен қойып шығамыз. Яғни 34 рет қою керек. Сол кезде толығымен аяқтау деген батырма шығады. Дәл осылай барлығы біткеннен кейін аяқтау батырмасын басамыз. Одан кейін мұнда ұсыныс жазамыз. Одан кейін иә батырмасын басамыз. Одан кейін дәл осылай шығады. Мұнда ецп-іңіздің паролін жазып қол қоясыз. Не дәл осылай подписать етесіз. Қол қойылды. Дәл осылай жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.